Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллахтың қалауымен 2022 жылдың қаңтар айының соңында топпен бірге умра жасаған кезімде ханафиттардың надандығы мен сауатсыздығына таң қалдым. Олар елдің барлығына ханафит мазхабы бойынша өтірді 3 ракатты қысқартусыз оқуды бұйырды. Әбу Ханифаның өзінен бастап бүгінгі күнге дейін 1400 жыл ішінде ханафиттардың барлығы өздерінің надандығымен жай ғана қосымша намаз болып табылатын өтірді барлық фарт намаздарынан да жоғары қоятындарын оқуға осы күнге дейін милары жетпеді. Яғни жолда ең маңызды және қажетті фарт намаздарын қысқартады, ал қосымша болып табылатын өтірді қысқартпай оқып, осылайша өтірдің қадір қасиетін барлық фарт намаздарынан жоғары қояды. Аллахтың бұйрығынан жоғары, фарттан жоғары күмәнді сүннетті қайдан көрдіңіз? Айтыңыздаршы. Бұл идиотизм деп табылады. Егер сіз дінге одан да тереңірек үңілсеңіз, онда бізге жеткен сенімді хадистерде өтірдің бір ғана ракағат оқумен аяқталатын білген болар едіңіз. Әбу Ханифа сонымен бірге өзінің ізбасарларына, егер өтірді оқи алмай қалсаңдар, келесі күн оқыңдар деп бұйырып, өтір намазы фарттың деңгейінен де жоғары қойған. Егер сізге дәлел қажет болса, менің веб-сайтыма кіріңіз. https://islam.kz. Менің намаз по сунне без сектантства деген кітабым бар. Соның ішінде дополнительный намаз деген бөлімінде керек дәлелдің бәрі жазылған. Бұл дүниеде ешкімде ештеңеде Аллахтың бұйрығынан жоғары бола алмайтынын естеріңізге сақтаңыздар. Сектант болмаңыздар.